Қазіргі таңда Алматыда 161 бағыт бойынша троллейбус қатынайды. Ал троллейбус жүргізуші ең стресске толы мамандықтардың бірі екен. Ендеше бүгін біз Самат Тілеужанұлы мен осы мамандықтың қыр-сырын меңгеретін боламыз. Өзіміздің жұмысқа келетін болсақ, таңғы 5-те тұрамыз. Содан 5:30-да үйден шығамын, 6-да паркке келеміз. Парктен келгенде медиктен өтіп, медик бізге допуск береді. Сол арқылы, сол путевой листіміз арқылы диспетчерден өтеміз. Диспетчер рұқсатын беріп, қолын қойып, печатын басып, журнал кітабымызды беріп, содан ары қарай мына билет беретін терминалды аламыз. Содан ары троллейбусымызға барамыз. Троллейбусымызға барып, троллейбусымызды бір айналып тексеріп аламыз. Алып Алматыны күніне бірнеше рет аралайтын жүргізушілер 2 күн жұмыс істеп, 2 күн демалады. Қым-қуыт тіршілігі бітпейтін мегаполисте қоғамдық көлікті тізгіндейтін жүргізушілер кейде түскі асын ішіп те үлгермейді екен. Аға, ана жақта кнопкалар көп екен, мына кнопкалар не үшін керек сізге? Кнопкаларға келетін болсақ, мына 2 кнопка есікті ашады, мына 2-еуі жабады. Мынаумен алдыға жүреді, мынаумен артқа жүретін кнопкалар. Мыналар технический кнопкалар. Мынау жаңағы дворниктікі, айнаныкі, солардың жылжытып әрі-бері қозғап тұратын кнопкалар. Ашып көрсе бола ма? Ашып көрсеңіз болады. Есік ашылды. Мынаумен жауып көріңіз. Мынаумен, е? Жауып көрсеңіз болады. Мынауған келетін болсақ та, бұл тігу деп айтылады, бұл трафареттерді қояды. Мынаумен салонға жаңағы айтып отырамыз. Проезд төлеңіздер, сіздердің остановкаларыңыз деген сияқты. Енді әттіген шығар? Жол ақысын төлейміз. Жол ақысын төлеп отырыңыздар, уақытылы деп айтып отырсаңыз болады. Мына жақ сол ближний фар дейді, трафарет, печка, салоны, кабина. Мына тежегіштер, міне поворотник, сондай. Міне ручник, руль. Қауіпсіздік ережелерге мысалға башмак. Бұл башмак осындай тұрған жағдайда, тоқ болмаған жағдайда дөңгелекке қойылатын башмак деп аталады. Бұл башмакты дөңгелекке, алдыңғы дөңгелекке не алдына, не артына тіреп қоямыз. Содан кейін тұрған жағдайда аварийный знакты қоямыз. Осы екеуі тұрған жағдайда қолданады. Мынау арт жағында өзі осы жерде тұратын өрт сөндірушіміз. Бір қызығы, троллейбус жүргізушілері күніне қанша қашықтық жүргенін дөп басып айта алмайды. Самат аға әр троллейбус жүргізушісі тәулігіне 12 сағатын жолда өткізетіндігін айтты. Әдетте көлікті жүргізу оңай болып көрінетін, бірақ қоғамдық көлікті тізгіндеу айтарлықтай қиын екен. Менен жүргізуші шықпайтын секілді, сол себепті тілші болып жүре берейін.